Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтадан жадыра. Бүгінгі видеода презентацияға 3D объектіні жүктеп, оған анимация беруді үйренетін боламыз. Егер де видео қызықтырса, онда соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал егер де жалпы презентация туралы көптеген ақпараттарды алғыларыңыз келсе, білгілеріңіз келсе, онда менің каналымдағы плейлист бөлімінде PowerPoint және презентация деген екі түрлі плейлист бар. Жалпы жиыны 28 видеодан тұрады. Осының барлығына кіріп презентация туралы үйреніп көріп шықсаңыздар болады. Ал ендеше видеомызды бастайық. Кәдімгі бізге керегі PowerPoint бағдарламасы. Бұнда вставка, оның ішінде трехмерный модель деген жерден біз әртүрлі тақырыптарға арналған көптеген 3D объектіні таба аламыз. Бұл объектіні алу үшін бізге интернет желісі міндетті түрде қосылып тұруы қажет. Неге қарасаңыздар, көптеген тақырыптар түрі, ойыншықтар, инструмент, мебель, киім, жануар, биологияға, көптеген салаларға қатысты түрлі 3D объектілер бар. Мысалға қайсысын аламыз? Көрейік. Внутренняя обстановка дома дейді. Түрлі объектілер бар. Осының ішінде қайсысын таңдаймыз? Давайте таңдайық. Мышканың сол жағымен бір рет чертеміз, вставить, бітірмесін басамыз. Неге 3D объекті жүктелді? Неге мына ортасындағы кішкентай ғана значокты көріп тұрсаңыздар, осыны мышканың сол жағымен басып тұрып, қозғайтын болсаңыздар, жан жаққа осы объекті неге қозғалады? Көрдіңіздер. Представление трехмерной модель деп тұр, неге жоғары жағында. Осы жерде әртүрлі формаға осы жерден де келтіруге болады. Бұлай үлкейтіп қараған кезде үлкейтіп қарасақ, бұл жай ғана сурет сияқты болып тұр. Ал негізінен осы үлкейтіп ашып қараған кезде осы объектіні қозғалатындай анимация беруге болады. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін осы объектінің үстіне бір рет шертеміз мышканың сол жағымен. Жоғарыда менюдің қатарында анимация деген бар. Осыған барамыз. Мына жерде проявление, вертушка, тербеліс жасайтын колебание деп тұр. Осылардың біреуін таңдауға болады. Үлкейтіп ашып қарасақ, мынаның бәрі анимация. Бірақ именно осы модельге арналған анимация бар жоғы бесеу. Трехмерный деп тұр. Давайте мына жерден проявление дегенді бассақ, осындай ғана қысқа ғана анимация береді. Үлкейтіп ашып қарайық. Неге болды? Осындай ғана анимация. Бұны кейбіреу көріп байқаса, кейбіреу көріп үлгермей қалады. Сол үшін үстінен бір рет шертеміз. Мына жақта, жоғары жақта запуск деген бар. Осы жерде по щелчку деп тұр. Осының орнына с предыдущим дегенді бассақ, алдыңғы слайд, мысалы, бір слайд қосылып тұр. Келесі слайдты ашқан кезде, мысалы, осы анимация тұрған слайдты ашқан кезде, бірден анимация беру үшін с предыдущим дегенді басатын боламыз. Және астында длительность деп тұр. Осы жерде бар жоғы 1 секунд қана көрсеткен. Біз, мысалға, 30 деп жасайық. Және 30 секунд бойы бұл қозғалып тұруы керек. Енді қайтадан үлкейтіп қарайық. Ақырында көрініп келе жатыр, байқап тұрсыздар ма? Бұл енді негізі, бұл жаңа біздің қойған анимация, негізі тез ғана бір рет қана қозғалатын анимация. Сол үшін бұл ұзақтығы 30 секунд қойғаннан кейін, осылай өте жай қозғалып жатыр, көріп тұрсыздар. Бұдан да бөлек қазір басқа анимацияны қойып көрсетеміз. Жалпы түсінікті ғой. Басқа анимацияны давайте басқа объектіге қойып көрсетейін. Вставка трехмерный модель.
Мгм. Давайте қандай объект аламыз? Винтажный рисунки. Давайте осыны көрейік. Өте әдемі. Сол башқа. Ставить дегенді басамыз. Негізі бұл сіздердің интернет жылдамдықтарыңызға қарай. Кейде тез ашыла кетеді. Менде өте жай, өкінішке орай. Екені ортасындағы значокты бассақ, мінекей. Бұл жалпы мынадай объекті. Осының үстіне бір рет чертеміз, жоғарыда анимация дегенге барамыз. Осы жолы вертушка дегенді көрейік. Мінекей. Айналып көрсетіп жатыр, қалай болып шығатыны. Бірақ бұның ұзақтығы бізге 20 секунд деп автоматты түрде көрсетіп қойған екен. Енді бұл жерде тағы да кішкене қосымша настройкалар бар. Мына жерде параметрі эффектів деп тұр. Осы жерге барсақ, бұл объекті қалай қарай айналады. Оңға қарай, жоғары қарай, сағат тілімен қарсы, төмен қарай, солға қарай деген сияқты. Неге мынадайда өзгерістер жасауға болады. Мысалға сағат тілімен дейік. Неге сағат тілі бойынша айналып жатыр, құрметті көрермендер, сіздерге мысал ретінде өзімнің бұрын соңды жасаған презентациямды көрсете кетейін дедім. Мына тұрған күнбағыс тоже осы жаңағы трехмерный модель деген ішінен алынған. Осылай айналып тұрады. Одан кейін келесі объектіні көрсетейін. Мынандай өте әдемі жапырақ дейміз бе, гүл дейміз бе. Жалпы бұл тақырып өсімдікке байланысты болғасын, осындай объектті қойғанмын. Негізі, егер де осындай объектілерді қойып презентация жасайтын болсаңыздар, енді көріп отырған көрерменге өте приятно, и олардың назарын обязательно сіздің презентацияға аудартатынына мен өте сенімдімін. Сол үшін осындай 3D объектілерді пайдаланып, өзіңіздің презентацияға қойсаңыздар болады. Құрметті көрермендер, егер де менің видеом ұнаған болса, онда міндетті түрде лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі алдағы уақытта осындай көптеген лайфхактармен, түрлі пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.